Сәлеметсіздер ме, балалар? 2-ші сыныптың дүниетану пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі дүниетану сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Сонымен қатар, сен адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтынын білетін боласың. Ертедегі адамдар табиғаттың берген дайын сыйын ғана пайдаланып өмір сүрді. Олар жеміс-жидектер теріп, аң аулады. Әрі қарай балалар, ертедегі адамдардың қалай өмір сүргендігін туралы экраннан тамашалайық. Біздің ата-бабаларымыздың дәстүрлері. Алғашқы адам жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Біздің ата-бабаларымыз аң аулау мақсатында жабайы аңдар соңынан еріп, әрдайым бір орыннан екінші орынға жылжып отырған. Алғашқы адамдардың қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр бірлесіп, қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және жиын терін үшін бірлесу болды. Біздің айналамызды табиғат қоршап тұр. Адам өзі де сол табиғаттың бір бөлшегі саналады. Ол табиғатсыз өмір сүре алмайды. Табиғат адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді. Ал уақыт өте келе адамдар өсімдікті қолдан өсіруді үйренді, жабайы жануарларды қолға үйретті. Сөйтіп адамдар табиғаттың қаталдығына тәуелді болмады. Балалар, табиғаттан біз не аламыз? Ол үшін барлығымыз тақтадағы суретке назар аударайық. Тақтада біз қандай жануарларды көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар, тақтада үй жануарлары бейнеленген. Және де үй жануарларынан алынатын түрлі өнімдер. Сонымен қатар өсімдіктер және олардан алынатын өнімдер. Жылқыдан не алынады балалар? Дұрыс айтасыздар, ет өнімі алынады. Сиырдан біз не аламыз? Сүтін аламыз. Қойдың терісі мен жүнінен түрлі киім-кешектерді әзірленеді. Тауықтың жұмыртқасын, үйректен етін пайдаланамыз. Сонымен қатар дәнді дақылдардан, бидайдан нан өнімдерін дайындаймыз. Дәрілік өсімдіктерден түрлі дәрі-дәрмектер, бақша өнімдерінен көкөністер мен жемістерді, теңіз өнімдерінен балықтарды және де ағаштар бізге отын ретінде қолданылады. Қорыта айтқанда, адамдарға қажетті азық-түлікті біз өсімдіктер мен жануарлардан аламыз. Адамның күнделікті тұрмысына әртүрлі дүниелер керек болады. Оларды жасауға қажетті материалдар да осы табиғаттан алынады. Адамдар өз пайдасына бар өсімдіктерді қолдана бастады. Демек, адамдардың табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Балалар, бүгінгі өтілген жаңа сабағымыз бойынша барлығымыз түсіндік деп ойлаймыз. Ендеше әрі қарай сіздермен бірге ойын ойнағанды жөн көріп тұрмын. Сіздер қалай қарайсыздар? Ендеше ойынымызды бастайық. Ойынымыздың тақырыбы табиғаттан нені үйрендім деп аталады. Ойын ойнауға әзірміз бе балалар? Жарайсыздар. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойынымызды бастамас бұрын алдымен қажетті құралдарымызды әзірлеп алуымыз қажет. Ол үшін бізге ақ парақ, түрлі түсті қарындаштар, жай қарындаш, өшіргіш қажет болады екен. Балалар, құралдарымызды әзірлеп алдық па? Жарайды. Ендеше ойынымызды бастайық. Қазір сіздер мен айтылған жұмбақ бойынша сурет салуға әзір отырамыз. Балалар, біз мейірімділікті табиғатта неден үйрендік деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, біз табиғатта мейірімділікті күннен үйрендік. Біз балалар тазалықты табиғатта неден үйрендік? Дұрыс айтасыздар, судан үйрендік тазалықты. Біз әдемі болуды, нәзік болуды табиғатта неге қарап үйрендік? Әсем, әдемі гүлдерге қарап үйрендік. Дұрыс айтасыздар, балалар, біз мықты әрі төзімді болуды неге қарап үйрендік? Ағаштардан. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Балалар, біз табиғатта қайырымды болуды,
қамқор болуды, жанашыр болуды нелерге қарап үйрендік? Дұрыс айтасыздар, құстарға қарап үйрендік. Олай болса, әрі қарай табиғатты қорғауды біз неден үйрендік? Жасыл желек шөптерден үйрендік. Жарайсыздар балалар, барлығында дұрыс таба білдіңіздер. Ендеше балалар, салған суретімізге қарайық. Біз табиғатты бейнеледік. Табиғаттағы күнді, суды, әсем де әдемі гүлдерді, мықты ағаштарды, қамқор құстарды, жасыл желек шөптерді бейнеледік. Олай болса балалар, міне сіздер өздеріңіздің білімдеріңізбен еліміздің бірнеше жерлерін әлі де гүлдендіре алады деп ойлаймын. Жарайсыздар балалар. Ал қанекей балалар, өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі туралы тақырыпты түсініп болсақ, әрі қарай сен білесің бе айдары бойынша қызықты тапсырмаларға назарымызды аударайық. Өсімдіктер мен жануарлардың адамдар үшін пайдасы өте көп екен. Бөлмені улы газдардан тазартатын өсімдіктердің бірі ағылшын шырмауығы. Ол таза ауа кірмейтін жабық ғимаратта тұратын немесе жұмыс істейтін адамдарға өте пайдалы. Шырмауық су мен күн көзін жақсы көреді. Сондықтан оны өсіргенде терезенің жанына орналастырған жөн. Ал бамбук пальмасы шырмауық сияқты орын талғамайды, тіпті оны жиі суарудың да қажеті жоқ. Бұл өсімдік ауаны жақсы тазалайды. Бамбук пальмасын компьютердің алдына қойсаңыз да болады, себебі ол электромагниттік сәулелердің зиянын азайтады. Сондай-ақ спатифилум атты өсімдік өнеркәсіптік және тұрмыстық токсиндермен күреседі. Көп жағдайда спатифилум жөндеу жұмыстарын жасағаннан кейін бөлмеде тұрса, ауаны жағымсыз иістер мен түрлі химикаттардан арылтады. Бұл үй өсімдігін флорист мамандар жаңа үйге көшіп келгенде де қолдануға кеңес береді. Тек ауаны тазартып қана қоймай, сонымен оны қажетті минералдар мен тұздармен байытатын өсімдік бар. Оның аты пальма леди. Өсімдік тыныс алу жүйесін жақсартып, созылмалы бронхит, жүрек ауруымен ауыратын адамдарға пайдасын тигізеді. Сонымен қатар пальма леди жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие. Ал фикус өсімдігінің ерекшелігі ол мүлде аллергия туғызбайды. Сондықтан фикусты балалар бөлмесіне қоюға болады. Ғалымдардың айтуынша, бұл гүлден бөлінетін биоактивті заттар жақсы ұйықтап, сергек тұруға оң әсер етеді. Кейбір кездері адамдарға жануарлар қауіпті жағдайларда көмектеседі. Көпшіліктің айтуы бойынша, ол арнайы үйретілген жануарлар. Оларға не айтсан, олар соны орындайды. Жабыл десе жабылады, қорға десе қорғайды. Бірақ көбінесе адамдарға еш үйретілмеген біреудің бұйрығысыз өз еркімен жануарлар көмектесіп жатады. Үндістандағы Ориса штатындағы Гаджапати қалашығындағы 8 адамнан тұратын отбасының үйіне 4 кобра кіре жаздады. Доберман тұқымды ит кобраларды өлтіріп, үйдегі адамдардың өмірін сақтап қалған. Өз өмірін қиып, бірақ иелерін қорғап қалған ит тек Үндістанды емес, солай бүкіл интернетті таңғалдырған. Алма Роско деген ит баланы оттан алып шыққан. Мексикадағы кішкентай ағаш үйшік жанып кеткен кезде, Сауло отбасы далаға қашып шығып, өз баласын ұмытып кеткен. Бірақ Роско өртеніп жатқан үйге кіріп, баланы құтқарып қалған. Өрттен шыққан балада бірде жарақат болған жоқ. Ал батыл итке келетін болсақ, оның 30% терісі күйіп қалған еді. Адамдар үйді иттен басқа ешкім қорғай алмайды дегенмен, Ресейде Ульянов ауданында 49 жасар адамның үйіне ұрылар түскен сәтте, Васька деген мысық қылмыскерлерге жабылып, өз иесінің өмірін сақтап қалды. Балтаны шығарып, ақшанды әкел деген кезде, мысық ұрылардың үстіне секіріп, үйдегі адамдарға қашып кетуге уақыт берді. Бірнеше минуттан кейін полиция қызметкерлерімен бірге келген отбасы тоналып жатқан үйінде өлі мысықтың денесін тапты. Бұл батыр мысықтың арқасында бірнеше адамдар тірі қалып, іздестіруде болған қауіпті ұрылар табылды. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.